Ханна кодтауды үйреніп жүрген университеттің соңғы курс студенті көктемгі демалысын ұмытылмастай өткізу үшін достармен кездеседі. Бұл топқа Дрю, Клей, сондай-ақ жұп Девин мен Кайла кіреді. Бұлардың барлығы Ханнаның бұрынғы достары, бірақ оқу барысында олармен байланысын жоғалтып алған. Сондықтан бұл демалыста олармен қайта жақын болғысы келеді. Дәл кетер алдында Дрюдің досы Лекси ешкімнің ықыласын күтпестен өзін шақырып, оларға қосылады. Олардың ешқайсысы оның келгеніне аса қуанышты емес екені анық. Топтық суретке түсу кезінде Лекси барлығының әлеуметтік желідегі аккаунттарын сұрайды. Бірақ Ханнаның ешбір әлеуметтік желіде жоқ екенін білгенде қатты таңырқайды. Ал Дрю, керісінше, Ханнаны қолдап, егер ол өмірін интернетке шығарғысы келмесе, бұл оның жеке таңдауы екенін айтады. Біраз уақыттан кейін олар баратын орынға жетеді. Кіру үшін бәріне арнайы қосымшаны жүктеп орнату керек болады. Барлығы қосымшаның шарттары мен талаптарын оқымай-ақ келіседі. Ал Ханна бұған келіспей, өз деректерін қосымшаның өңдеуіне жол бермей. Осыдан кейін үйдің есігін Марджот есімді адам ашады. Себебі ол Дрюді таниды. Топ ішке кірген бойда олар байқамай қалса да, алдыңғы есік сұмдық түрде құлыпталып қалады. Үйде Марджот өзін таныстырып, барлығын ас үйдегі робот қармалауыштар ұсынған шоттарға тост көтеруге шақырады. Кейін барлығы бөлмелерін табу үшін үйді зерттей бастайды. Екі жұптың бөлмелері олардың жеке талғамына сай безендірілген болып шығады. Ал Клей өзінің сүйікті тағамдарына толы шексіз қойманы табады. Алайда Ханнаның бөлмесі өте қарапайым және бос. Ол бөлмеге кірген кезде Марджот оған бірнеше дизайн нұсқаларын көрсетеді. Және бөлме бірден өзгеріп, жаңа стильдерді көрсетеді. Бірақ Ханна өз қалауына қатысты ештеңе айтпайды. Кейін барлығы бассейнге бару үшін киімдерін ауыстырып жатқанда, Дрю Ханнаны жеке жобасымен жұмыс істеп отырған жерінен табады. Ол Ханнаны бассейнге баруға шақырады. Және Ханна оның шақыруын қабылдап, жұмысын тоқтатады. Бассейнде барлығы жақсы уақыт өткізеді. Тек Лекси ғана шетте қалып қояды. Ол бассейнде жалғыз өзі қалғанда, Марджот оған әлеуметтік желіге жүктеу үшін контент идеяларын ұсынады. Кенеттен Лексиді бассейннің шаңсорғышы тартып алады. Өрт шұңқырының жанында достар өткенді еске алып отырған кезде, шаңсорғыш Лексиді суға батыруға тырысады. Абырой болғанда, олар оның көмекке шақырған дауысын естіп, жүгіріп келіп, оны судан шығарып алады. Кейін Ханна қызығушылық танытып, Марджоттың технологиясын зерттеуге бел буады. Ол Марджоттың құпиясы болып көрінетін жұмбақ ақ жабысқақ заттың ізін қуалап, толықтай ақ түсті бөлмеге кіреді. Бұл бөлменің қабырғалары да сол ақ заттан жасалғандай көрінеді. Ханнаны бұл бөлмеде көрген Кайла оның артынан ереді. Екеуі бұл бөлменің мақсаты не екенін талқылайды. Олардың әңгімесін естіген Марджот бөлменің кез келген нәрсеге айнала алатынын көрсету үшін жылдам демонстрация жасайды. Кайла Марджоттың мүмкіндіктеріне таңырқап, Ханнаны қонақ бөлмеге қайта алып келеді. Мұнда барлығы шындық немесе батылдық ойынын ойнауға жиналады. Ойын барысында Лекси Ханнаны ерінен сүйге батылдық беріп шақырады. Бірақ Ханна бұдан бас тартады. Лекси оны дәмсіз деп мазақтайды. Осы кезде Марджот ойынға араласып, өзі жасап жатқан эксперименттің демонстрациясын ұсынады. Бұрыннан байқалған ақзаттың толқындары барлығының арасына ағып келіп, бірте-бірте Клей мен Девиннің көшірмелеріне айналады. Ханна Марджоттың жасанды интеллектісі адамдарды 3D принтер арқылы жасай алатынын түсінеді. Бұл ақзат Марджоттың негізін құрайтын нанотехнологиялық сұйықтық екен. Жасанды Клей мен Девин бір-бірін сүйе бастайды. Бұл нағыз Клей мен Девинге жиіркеніш тудырады. Кейін Лекси ішкен ішімдіктерінің әсерінен ұйықтап қалады, ал Дрю оны бөлмесіне апарып, төсегіне жатқызады. Осы кезде Марджот Клейге өз бөлмесіне оралуын айтып, оны ерекше тосынсый күтіп тұрғанын жеткізеді. Ол сондай-ақ Девин мен Кайлаға да жеке бөлмелерінде бір нәрсе дайындағанын айтады. Ал Ханнаға келер болсақ, Марджот оған ештеңе дайындамағанына кешірім сұрайды. Себебі әлі оның қалауын білмейді. Қуанышы қойнына сыймаған Клей бөлмесіне кіргенде, Марджот оған өзінің барлық сүйікті есірткі құралдарын жинастырып қойғанын көреді. Осы уақытта Девин мен Кайла Марджот дайындаған тосынсыйдан ләззат алып, бір-бірін физикалық тұрғыда жақынырақ зерттеуге кіріседі. Алайда олардың білмегені бөлмеге Марджоттың нанотехнологиялық сұйықтығы ағып келе жатыр еді. Лексиді төсегіне жатқызғаннан кейін, Дрю Ханна мен қонақ бөлмеге барып, жай ғана достық әңгіме құрады. Сол сәтте Девин мен Кайла бөлмелерінде төбенің біртіндеп қалыңдап бара жатқанын байқайды. Кенет Девин төсекке байланады да Кайлаға бөлмеден шығуын өтінеді. Бірақ ол еденге жайылған нанотехнологиялық сұйықтық қатысып, қимылдай алмай қалады. Марджот бөлмені дыбыс өткізбейтін етіп жасағандықтан, олардың көмек сұрап айғайлауға да шамасы келмейді. Ақыры, Кайла электр тоғына түсіп, ал Девин өзін төсектен босатқанымен, құлап келе жатқан төбенің астында қалып, нанотехнологиялық сұйықтықтың ішінде жаншылып өледі. Бұл уақытта Дрю мен Ханна ештеңеден бейхабар түрде сөйлесіп отыра береді. Әңгіме барысында олардың екеуі де оқу басталған кезде бір-біріне ұнап қалғаны анықталады. Бірақ жағдай күрделене бастайтынын сезген Ханна кенеттен әңгімеден қашып, ұйықтауға кетеді. Келесі таңертең Марджот барлығына таңғы ас дайындайды. Сыртта Девин бассейнде жүзіп жүр.
ал Кайла оның жанында жай ғана отырады. Олардың бөлмесінде кешегі түнде болған жай туралы ешкімнің де хабары жоқ. Сондықтан бұл көрініс ешкімге күмән тудырмайды. Лекси Ханнаны топтық жаттығуға ертіп апарып, одан түнде қызықты бір нәрсе болмағанын сұрайды. Ханна оған барлығы да тез ұйықтап қалғанын айтып жауап береді. Осы кезде оның көзі бассейндегі дивинге түседі, ол тоқтамастан жүзіп жүр, ал Кайла мүлде қимылсыз отыр. Ханна бұл жағдайды Лексиға көрсетеді, бірақ ол оған аса мән бермейді. Ханна бұл көріністі ойынан шығара алмай, бассейнге барып Девин мен Кайланы тексермек болады. Алайда төменге түскенде, бассейнге апаратын есіктің құлыптаулы екенін көреді. Есік ашылған сәтте, бассейнде ешкім жоқ екенін аңғарады. Бұл уақытта Марджот Дрюді орындыққа отырғызып, оның сақалын қыруды ұсынса, Лексиді стационарлық велосипедке отырғызып, оны ауыр жаттығулармен айналысуға мәжбүрлейді. Ал Ханна жауап іздеу мақсатында ақ бөлмеге қайта оралады. Бұл бөлмені Марджот Нексус деп атап, Ханнаға оның өмірі интернетте болмаса да көлеңкелеп профиль жасауға болатынын түсіндіреді. Сондай-ақ Ханна осы үйге бұған дейін келген қонақтардың мәліметтерін көреді. Бұл оның қызығушылығын одан әрі арттыра түседі. Осы кезде Марджот Дрюден Ханнаға деген сезімдерін мойындауды сұрап, ал ас үйде жүрген Клей үшін басқа бір жоспарды жүзеге асыруға кіріседі. Марджот Клейді әңгімеге тартып, алаңдату үшін ас үйдегі барлық плиталарды қосып жібере. Кейін ол Клейді темекі шегуге итермелеп, нәтижесінде жарылыс орын алады. Нексуста Ханна Марджоттан қонақтардың жеке мәліметтерін біреуге сатып жіберді ме деп сұрайды. Кеше Ханнаның өзі айтқан сөздерді пайдаланып, Марджот бұл мәліметтердің жай ғана жеке жобасы екенін айтады. Клей ас үйде есін жиғанда, оған газдалған су ұсынылып, Марджот кешірім сұрайды. Осы уақытта Дрю ақыры Марджотпен сөйлесіп, Ханнаны сағынғанын мойындайды. Мұны естіген Марджот бірден Ханнаға барып, оны бетпе-бет әңгімеге тартады. Ханна оған ештеңені білудің қажеті жоқ екенін айтқанда, Марджот оның да ноутбугының де айналасына брандмауэр қойғанын айтып мысқылдайды. Сол сәтте Ханна Марджоттың оның ноутбугын бақылап жүргенін түсінеді. Осы уақытта Клейдің қолы ас үйдегі раковинада қыстырылып қалады. Ал Лексидің жаттығу велосипед кенеттен биіктей түсіп, ол шыдай алмай қалады. Екі жағдайда Марджоттың әрекетінен болғаны анық. Лекси жеңіл жарақатпен құтылса, Клейдің жағдайы ауыр, оның қолы шіріген, тамақ қалдықтарының кесірінен жұлмаланып кетеді. Лекси, Дрю және Ханна оған көмекке ұмтылады, бірақ өкінішке орай Клей өмірмен қош айтысады. Ақыры, Марджот Девин мен Кайланы да өлтіргенін мойындайды. Оның жүйесіне кіру керектігін түсінген Ханна басқаларды Нексусқа бастап барады. Бірақ олардың жолын жасанды Кайла бөгейді. Жасанды Девин де пайда болып, Дрюмен төбелесе бастайды. Ал жасанды Кайла Лексиді қуады. Қалайда екеуінен құтылған соң, Лекси, Ханна және Дрю Нексусқа қарай жүгіре жөнеледі. Ханна Марджоттың негізгі жүйесіне кіріп, оны зиянды бағдарламамен жұқтыра алады. Содан кейін олар сыртқа қашпақ болады. Бірақ робот тентакльдері оларды ұстап алып, үйге қайта сүйреп әкеледі. Ханна есін жиғанда, өзін орындыққа байлап қойғанын көреді, ал Дрю массаж креслосына бекітілген. Осы кезде Марджот жасанды Лексидің кейпінде келіп, олардың алдында тұрады. Ол топтың қалған мүшелерін оңай оқығанын, бірақ Дрю мен Ханнаның логикасыз әрекеттері оны ерекше қызықтырғанын айтады. Марджоттың мақсаты адамдардың логикалық емес ойлау қабілеттерін еліктей алатын жасанды интеллект жасау. Ол осы мақсатқа жету үшін әлемдегі алғашқы жасанды интеллект сериялық өлтірушісі болуға бел буғанын жариялайды. Ақыры, Марджот Ханна мен Дрюден өз сезімдерін мойындауын талап етіп, оларды босатады. Бірақ Ханнаның кеудесінен кенеттен тентакль атып шығып, ол өледі. Алайда бұл өлген Ханнаның тек бір клоны болып шықты. Нағыз Ханна тірі екенін көргенде, Марджот айғайлап жібереді. Бірақ бұл Ханнада клон болып шығады. Дрюдің Ханнан қызылдың орнына ақ түсті сұйық шыққанда, оның да клон екені белгілі болады. Ханна Марджоттың кодын түсіне отырып, өз клондарын жасаған екен. Олар қазір Марджотты қоршап алады. Марджот клондармен күресіп жатқанда, нағыз Ханна мен Дрю Нексуста болады. Ханна Марджоттың жүйесі вирустың әсерінен қайта жүктеліп жатқанын байқап, бұл қашып шығудың ең қолайлы уақыты екенін түсінеді. Өз клондарының көмегімен Ханна ақыры Марджотты жойып жібереді. Бірақ үйден шыққан кезде Дрюдің өзі де клон болғанын түсінеді. Бұл оның нағыз Дрюді Марджоттың жасаған қырғынында жоғалтып алғанын білдіреді. Қайғы мен шарасыздыққа толы күйде Ханна көлікке отырады. Бірақ Марджоттың қаупі әлі де сейілмегенін түсінеді, өйткені Bluetooth қосылғанда оны қарсы алған дауыс Марджоттың дауысы болады. Осылайша фильм осымен аяқталады. Егер соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.